Қымбатты білім алушылар, каналыма қош келдіңіздер. 5-4 тақырып жиындарға есептер. Эйлер вен дөңгелегін пайдаланып шығарылды. 1070 есеп. Сыныпта 17 ұл бала бар. Олардың 14-і бос уақытында футбол ойнағанды ұнатады. 9-ы шахмат ойнағанды ұнатады. Бұл ойындарға сыныптағы барлық ұл балалар қатысады. Сыныптағы неше ұл бала бос уақытында футбол ойнағанды да, шахмат ойнағанды да ұнатады. Эйлер вен дөңгелегін сызып алайық. Бірінші дөңгелекті футбол ойнайтын ұл балалар жиыны деп белгілеп алайық. Екінші дөңгелекті шахмат ойнайтын ұл балалар жиыны деп белгілеп алайық. Енді неше ұл бала бос уақытында футбол ойнағанды, шахмат ойнағанды ұнататыны бізге белгісіз, сондықтан оны біз X деп белгілейік. Енді футбол ойнайтын жиындағы 14-тен біз екеуінде ұнататын ұл балалар санынан азайтамыз. Шахмат жиындағы 9-дан екеуінде ұнататын ұл балалар санын азайтып тастаймыз. Енді осы жерде біз есептің шешуін орындаймыз. 14 азайту X қосылған X қосу 9 азайту X тең барлық ұл балалар саны сыныпта 17. Осындай теңдеу шығады. Енді минус X пен плюс X азайтқан кезде 0 болады. Минус X'ті теңдіктің оң жағына шығарсақ X болады. Тең 14 пен 9-ды қосамыз 23 азайтылған 17. X тең 6. Бізде футбол ойынында, шахмат ойынында ұнататын ұл балалар саны анықталды. Ол 6. Енді 14-тен X-ті азайтқан кезде орнына әкеп қоятын болсақ, 14 азайту X, яғни 14 азайту 6 тең 8. Бұл футбол ойнаған ұнататын ұл балалар саны. Енді 9 азайту X өрнегінде 9-дан азайтамыз 6-ны. 3 шығады. Бұл шахмат ойнағанды ұнататын ұл балалар саны. Есептің жауабын жазайық. Сыныптағы неше ұл бала бос уақытында футбол ойнағанды да, шахмат ойнағанды да ұнатады. Яғни 6 ұл бала, 2 екеуін де ұнатады. есеп. Бір аптада дүкеннен 19 адам теледидар сатып алды. 13 адам мұздатқыш сатып алды. Олардың 8-і мұздатқышты, теледидар да сатып алды. Неше адам теледидар ғана сатып алды? Неше адам мұздатқыш қана сатып алды? Эйлер вен дөңгелегін сызайық. Бірінші дөңгелекті теледидар жиыны деп қарастырайық. Екінші дөңгелекті мұздатқыш жиыны деп қарастырайық. Теледидар жиынына 19 адамды жазамыз, ал мұздатқыш жиынына 13 адамды жазамыз. Ал екеуінде сатып алған мұздатқыш пен теледидарды 8 адамды ортасына жазамыз. Енді есептің шешуі. Осы 19-дан екеуінде сатып алған 8 адамды азайтамыз да, бұл 11 теледидар сатып алған адамдар саны болып шығады. Ал 13-тен екеуінде сатып алған 8 адам санын азайтамыз, ол 5 мұздатқыш сатып алған адам санын білдіреді. Жауабы: 11 адам теледидар сатып алды, ал 5 адам мұздатқыш сатып алды. 1072 есеп. Бір топтағы туристердің 10-і қазақ тілін біледі, 8-і орыс тілін біледі. Олардың 3-еуі қазақ тілінде, орыс тілінде біледі. Бұл топта барлығы неше турист бар? Есепті шығару үшін Эйлер вен дөңгелегін қолданамыз. Бірінші дөңгелекке қазақ тілін білетін турист
жиыны деп белгілеп аламыз. Олардың саны 10. Ал екінші дөңгелекке орыс тілін білетін туристер жиыны О деп белгілеп, санын 8 деп жазамыз. Енді қазақ тілінде орыс тілінде білетін туристер саны 3. Ортасына жазып қоямыз. Есепті шешу үшін бірінші амалды орындаймыз. 10-нан 3-ті азайтамыз. 7. Бұл қазақ тілін білетін туристер саны. Екінші, 8-ден 3-ті азайтамыз. 5. Бұл орыс тілін білетін туристер саны. Үшінші, қазақ тілін білетін, орыс тілін білетін және екі тілді білетін туристер санын қосамыз. Жауабы 15 болады. Жауабы 15 турист. Бұл тест сұрағы болғандықтан бізде С нұсқасына сәйкес кеп тұр. 15 турист. Оқушылар, егер де видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.